Міне жамағат шушы мен ана тігі яқта шахар хакимиятында мен депутат болдым. Комиссияда қатнаштым. Тіллеріні тұрмышқа ашыру дәулет тілі деп. Дәулет тілі хақында, дәулет тіллері хақында канун шыққаны 90 жыллар дамани шайы. Шында мен депутатлар комиссиясына қатнашып тіллер бойынша сарқатип болдым. Хам мэридағы комиссия болды. Анда да шахар хакимиятының комиссиясында да қатнаштым. Газетте да милли мәселелеріне турында материаллар жазып, уақытта ерік бергенлер еді. Чөнки мен анда тігі Қайым Насырима, Қайым Насыринің әсерлері бойынша татар тілін алып барадырым. Шында газетте. Қазір енді уақыт өзгерді. Әмма нәрсе айтасы келе, мен міне іліктен ұмтылы берген деген кіші десе боламын. Міне уақытында мен университетте оқыған шақта Екатеринбургтан Уфаға практика бардым. Қазанға барам деп ойлап берген едім. Анда бір Екатеринбург шаһарында татар қызы бухгалтермі болып банкта эшләгән. Шу Қазан яғыннанмы туғанларына барған шақта мен айтқан міне татар газетлеріне кіріп шық. Хатта шул тігі Комсомольцы татары деген міне Урал дәулет университетінде журналист факультетінде оқыған бір кіші тілешегі бар. Татарстанда практика узырға деп газетте. Алар енді шын милли енді татар көңілі кіші болмағандыр. Қағып жібергенлер шу. Бізде университетта имеш бар бөлімі, отделение. Шунда біз әзірлейбіз журналисттар, бізге керек ме деп. Ол бет біздің Екатеринбург, Алта Свердловск шаһарының журналист факультеті бүтін илге танылған болды. Чөнки әлі Омск шаһарына келгенлер еді бізге. Весна факультеті деген шунда алар бізге көңілімізді ашабыз деп сөйлейлер еді, yazганлар еді. Орысша айтмышли алар шул тігі. В Петербурге готовят теоретиков, в Москве готовят пижонов. Журфакларны айттылар университетін. А в Екатеринбурге, Свердловске готовят журналистов тип шулай айтканлар. Мен шул Сахалинға да ойлап берген едім. Шунда шалтыратқан ем, ол сұрап алды да қайсы университеттен мен айтам. Уральский университет. Бірнеше қомашауламы айдағыз, нәрсе де рахим етігіз дейді. Баш мұхарирі мен арыза болды, келігіз дейді. Мен енді журналист факультеті төледі. Юл ақшасын меңа шунда барырға. Мен әлі біздің мүдір ортан келіп, меңа тіке қарап кетіп бара. Не? Әлі шул біздің фирка тұрмышы бөлігімі шул отдел партийной жизни. Мұхарирі шул yok. Не енді? Мүдірі меңа айтқан еді, сен ник поезд білен келмедің, ник самолет білен поезд білен де келгенде көңілі де бір атына 8 күн келесің, бүтін нәрсені көресің, кішілер білен танышасың. Ол уақытта мен қызық түгіл. Қазір бәлки болыр еді, но қазір енді халық өзгерді, көріп тұрасыз. Шунда мен Уфада йөри едім, шунда ярты жай өтті практикада, шунда келем, мәселен, анда башқұртша yazған, шунда да көңілі қарарғаны, башқұртша yazғанларыны көңілі түрлі нәрсе енді шул учрежденияларыны мәселен қарарға, қойса қамия барғалы міне мұнда. Машиналар бек көп мұнда. Шул Татарстанға қайттым. Мұнда Татарстанда көрдім енді. Сирек тігі нәрсе енді вывеска орысша айтмышли. Алар шул тұрадыр шулар. Шунда мен анда
татарша жазғанын қарап тұрады. Мен Екатеринбург шаһарында студент шағымда Чапаев урамында мектеп тілінде университеттен оқудан қайтқанда урамны ұзып барадым. Жаяу шында Чапаева нешік 8-ме әлі міне Алла берсе барсам, шында видеоға түсірімін, әлі қайсыларын көрсетірмін. Шында 20 минут дәуірінде тұрдым, қарап. Міне мен архитектуралар недей бұларының матур екен, нешік бұлар ясағанлар екен деп қайран қалып шылай қарап тұрған едім. Шыны қызықсынып. Міне мен нешік кішілер бұрын заманда шылай ішләгәнләр екен деп. Содан Аллаға шүкір, міне өзіміз тілде де шыға башлады. Міне реклама түгіл енді. Міне мен нелерін, наратларыны көрдім де мұнда. Наратлар бұл шыршы түгіл. Шыршының бұтақлары нәрсе бұтақ, нәрселер асқан етіп тұр. Созылып тұра, мешіп тұра енді. Вот, шуны шатланып етеді. Шуна көре мен міне мұнда көргәш, анда да Россия деп жазалар мәселен. Мен яратмайдым, мен айтам, Рәсәй. Міне көрдіңіз, мен шуны шатланып, хатта видеоға башында түсіріп кеттім. Рәсәй іші деген. Аны тұтынар біздің тілге келмей бейт. Міне шу немец тілі деп айтылар, орысша немец тілі. Мен айтам, нексіз міне шул немец деп айтасыз аны. Ол церковь, орысша церковь мәселен. Циркау демейсіз, ширкау деп айтасыз. Анник мен айтам, неміш деп, біздің яқта неміш деп айтылар. Немец демейлер. Чөнки біз тілге нешік емшағырақ келе, оңай шуға көре шулай қолланалар деп неттім енді аларыны. Шул, мен мұнда бір зор сауда өзәгін іздейм әлі. Шуға көре ашықмайшы мені қарайм әлі. Вот, шул мен айтам. Біздің матур әлі сөздеріміз бар, нелер тілдерімізде әлі бір қазір тыйылған енді социал шілтәрі бар, фыға башлана, білесіз енді. Шунда бізде шаһарның газетісі татар тілінде тұтыналар. Имеш подписка башланды, газетка имеш yazылығыз тігілей бұлай деп. Мен аларыны мазақлап язасы келгені. Нендей подписка? Әбуне, ол подписчиклар түгіл. Подписчиклар деп хатта yazғанлар газетка yazылу деп айтыры керек. Шынасың, подписчик демейлер әбунәші. Әбуне, мәселен, әбуне қағазы. Шулай деп. Жоқ, алар енді кімге ұшыз келе, шулай тігі мен хақмы жоқмы, әгер да хақ болмаса, мене өзлерін аргументларын кетірсінлер. Уфада мен нешен жыл барғаным, шында мене сөйледілер, ол депутатқа, Рәсәй депутатлығына шығам деп берген кіші, аның сөзі бойынша, анда Қызылтан деген татар тілінде газет шыға, Жұмхұрият газет, анда де татар деген сөзіне қолданырға рұқсат бермейлер хатта де. Хақмы, жоқмы, міне, хақ болмаса, мене yazsınlar. Дұрыс түгіл деп. Мен енді орыс айта, за что купил, зато продаю. Шун көбек бізде тырышалар, не? Бітіргәме, енді өзгәртіп, яри міне шул келді уақытында магнит пятерочкалар, башта татар тілінде, шынасын орысша, бүтін нәрсесін екі тілде яқшығына иттіп қойдылар, шәһәрдә да хәр кетті шулай-шулай. Әлік ол қызғанышқа қаршы біз күрәшәйді, хатта шул тіге нәрсе нотариальный контора, шуларны шақыртып жетекшілерін үшкіредірек. Нексіз міне татар тілінде yazмайсыз деп. Алар енді түрлі сәбәп тауып, әлі нәрсе. Әлі мен бір уақытта біздің профосмотр поликлиника деп атылар енді. Орысша мен айтам енді, тәржеме айтып, тігі нәрсе деп шифахана, хөнәр текшіріші, нәрсе деп уатып тұрғанды, тіл уатып, нетіп, баш уатып. Шына көре қарасам, анда гіл орысша хаммәсі yazған, әмен бет шул депутат, әмен газет шығарамда, хатта мен ол газетте де ішлейм шунда. Менға сұрау бердім, нек мен айтам, баш мұхарирге нек мен айтам, татарша yazмадығыз. Ол мен әйміш шулай деп жауап берді. Бізде орысқа қарағанда халықты екі тіліні біле надан түгіл. Шына көре біз татар бұлайды аңлап тұра деп. Мен ойладым енді сенің тігі коллективта енді тігі милләт кішілері болған көре сен аларға ялағайланып, көтлекленіп, енді тырышасың енді ясарға шулай деп ойладым енді. Мен ол уақытта әлі соңыдан газеттен кеткешті, анда ол көрші
нәрсе көршісінде анда Речпорт деген шуның жетекшісі мынарға гіл ярдәм итеп вакытында ул Казанда бу гади генә теш табибы булган чакта аны кайтып монда кеше иткән, түрә иткән. Мин аны кірдік Речпорттың ашханасына. Анда су қол юа тұрған жерлерінде су дақмай. Мен аны фотоға түсірдім де шул газетте бастырдым. Ал газетіне шул поликлиникада сатып тұрдылар. Бұл біраз меңа нәрсе деп айтылар инде. Қанағатсызлығын ме? Нәрсе инде неудовлетворенность. Инде шуны білдірді меңа. Нексе шул айтасын. Мен айтам, бізде газетте бит жоқ, бізде дуста деп қарап тұрмайбыз. Біз бит язабыз. Ол бит әлі нәрсе түгіл, бүтән қайсы тігі погон таққан қызметті алар енді бір-бірісіне юмшағырақ қараса бола. Анда шынки кішіні неден махрум етелер. Еріктен. Мұнда бит біз әлі нәрсе әшәмейбіз. Біз бит танқитлап міне тұрабыз. Ник ол міне шулай. Ол бәлкі жетекшісі білмейдір аны. Ол бізде шулай негадыр шулай тәртипке кірген ғадет. Жетекшілер қарайлар да ашуланалар, газетте бізді емештен қайтлап шыққанлар деп. Дұрыс бойынша алар жетекшілер рахмет білдірге тиішлер. Бізге ярдәм итәсіз, бізде шундай фикірде тұрабыз. Біз аны бит хаммасын көре алмайбыз, шуна көрәсіз. Шулай бізге ярдәм иткәнсіз, рахмет деп. Әне вақытында болған тігі біздің Тоқай районында газетте мені вақытында шақырған еді, орынбасар еді. Мен анда бармадым, чөнки менің дәрежем түшә деп. Мен енді Қазандағы танылған журналға барып, шулай қызметтәшілік түздім де. Шуны айтасы келе. Шунда да бит бір вақыт сөйлеген едім. Неде хәл болған? Ол танқитлап шыққанлар журналистлар. Бір ауылдағы бір хәліне. Нәрседір анда фермада, нәрседір жетмеген. Аны имеш кімдір неге әліклеген, нәрсе сөйлеген. Енді бір уақытта жетекшіге, администрация башлығына, тігісі аны текшірмеші планерка буламы, совещаниемы, шуна район жетекшілері жиналғанда. Ол шулай тұтынған журналистларыны нешек енді хорларға түгіл, танқитлерге негізсіз әне шулай айтасыз. Анда бит яқшы деп айтылар, сіз яман деп yazғансыз, тігілі әйткәсіз барып қарас, текшіргіз. Бұл район башлығы ерінмеші барғанда қараған дұрыста шулай болған екен. Шунасын аларыны бір шул планерка енді шуна мақтаған міне. Шын журналистлар сіз дұрысыны yazған. Шул дұрыслық, har шақта да. Ол бит жетекшілер қайсы уақытта міне иқтибарсыз қалдыра аларға міне бұл газетте оқысалар танқитлеген. Ол білмәдім де ғафу етіңіз, міне мен қазір меры приму дейдің, все нәрсе сен, бүт нәрсені білі. Әгер де сен аларын яқлай башлайсың, сен алар бірлікті, енді алар білен, бірдемлікті, бірлікті сен алар білен шылай кіші ойлай. Бұлай сен аны жетекшіге бүт нәрсені біліп болмай. Журналистлар алар мәселен иқтибар етелер, міне шулай деп язалар. Бигрәк та инде сіз нәрсе деп ойлайсыз анда өз районларына. Ул әфәрин дерек керек. Кыю журналистлар қорқмайлар, дұрысын язғанлар деп. Аны халық элек бик хөрмәт итәдер. Шуңа күрә хатта Мәскәүгә аларны теге СССР депутат итеп сайлыйлар, танылган журналистларны Россия депутат итеп сайлыйлар, төрле шундый югары дәрәҗәле урыннарга сайлыйлар. Соңдан инде күрдегез бит инде ничек үзгәреп битте инде хәзер алар теге фирка, бу фирка җиңә. Мин дә менә вакытында шул теге исемем танылгач бик тиз оңай җиңдем дә чыктым. Вакытында мен элек тә буладыр, тик баш мөхәррир көннәшер куркыр, мен аны урына утрас килә икән дип, шуңа күрә мин депутатлыкка чыкмадым. Анда журналистларның җыелышында редакцияның баш мөхәррир үзен шәһәр советына чыгарган булды. Ул вакытта шәһәрдә 138 урыны депутатлык. Баш мөхәррир, баш бухгалтерны хисап бүлеге дип атыйлар бухгалтерияны. Шуны мәсәлән район депутаты итеп икәү дә чыга алмадылар. Соңдан теге вакытта ул миңа бер бәйләнеп, теге мине фамилиям танылгач, мине монда шәһәр җитәкчелегендә гел чакыралар. Аны ихтибарсыз калдыралар, ул ачу килеп, минем язуларны чыгармый башлады. Шунасын минем теге договорный конференцияның алдыннан бәйләнә башлаган. Мен инде өндәми турмадым. Минем чөнки мәйтәм материалларын бит бастырмыйлар.
шунасы айтышып кеттім да, мен ойладым, айтам, мен әгер де депутатқа бармасам, мен айтам, бұл ішімнен бет шырайынды мен деп, тезірек депутатлыққа шықтым. Яри уақытта халық хәтері яқшы болған, фамилиямны қарап, мені шулық сайладылар. Шуңа көре мен енді шул комиссияда ішләп берді, мені қатнашып. Міне жамағат айтасы келе. Ол тігі тұрмышта әлі Тоқай, Ғабдулла Тоқайның шиғыры бар бет. Бақшашы хам башқыш деген, ол башқышының тігі нәрсәлі енді. Ступеньки ұрыша, татарша қазір міне көрдіңіз, аяқ таян міне машина келе яныма. Ойлап тұрмайм енді. Шулай башқышының ступеньки ұрыша айтмышны. Үстәгілері астағылардан күліп сөйлейлер екен, міне сізні мәселен астасыз, біз үсті шулай деп күлген шақта келгенде бақшашы бұл басқышыны тұтқанда астын үске кетірген, енді астағылар үске мініп кеткен, үстегі асқа. Ол бұтен шағирлерде де бәлки болғандар ижатында шундай хәл көбісі айтасы келер. Тұрмышта шу, бір қашанда кіші қойғырмасқа тиіш, міне бүгін шулай. Қайсы уақытта сені дүнияры яратушы нетіп сынап қарай, нешік қарайсың сен? Сен тігі орыс айта, не ожесточаться ли, души деп шулай сынап қарай сені. Асыңыдан бір сынау бергәш, сынасын нете. Ол да бит, әгер де сәлеметлік алмаса, қалған нәрсе ақша кетсе де, бүттен нәрсе болса да, ол андай қайғы түгіл. Әне тігі яхуди халықта бигрәк әйтелер шулай. Ақша білен алсын. Алар ол халық ақшаны бик ярата, алар копейка деп шутлап нешіктір уақланып тұра. Ашында әгер де бүттен бір нәрсе қағылса, алар ақшадан айырылған болса, қайсы ақшадан алар әйтелер. Ақша білен алсын, ақша білен алсын. Чөнки ол менә біздің халықта бар садақа беру, тағы нәрсе, ол гіл шул кіші қайшандыр садақа беріп тұрға тиіш. Менә ислам динінде шуңа күрә гіл шуны әйтелер. Бізде әне ауылда мұсылманлар, шул татарлар садақа береді, қазақтар бигрәк тә еш берәләр. Мен әлі уақытында әлі қызы бірінші сыйныфқа оқырға кеткені, садақа берді, 5 бармақ ясап, қызы 10-шы сыйныфны тамамлаған, садақа берді. Біреуінің баласы армияға бара, бізде татарда бар енді янда. Шунда садақа қайтса, тағы садақа шулай гілнетелер. Менә шулай ол тұрмышта үйленген бит нәрсе. Шуңа күрә ол кіші ақшадан айырса, бір қашанда бұршылмасын, чөнки ол менә тігі кіші мәселен айтасым келе, ол ақша садақа айтып береді, өзіне көбірек қайта қайсы уақытта менә шулай. Ол аны шундай хәлдә де була. Шуңа күрә кеше бір қашанда бұршыла. Ол әгәр ашта тормас, хәзерге вакытта аш торган кешеләр юк инде. Менә шуны әйтәс килә. Теге кайсы вакытта салкын тиеп, мен яз көне ширләп ятам. Бір елны менә ушы елны мен мәсәлән бір ай яттыммы, әле бір ярым узган елны 2 ярым ай яткан идем. Шунда ятканда әйтәдерим, мен әйтәм, Аллаға шүкір. Әле ул теге салкын тигән кеше тизрәк теге ураза вакытны бит байлар әзрәк үзе ураза тотып аш утыралар да, ярлы кешеләргә ничек икән, нинди хәлдә алар икән, ничек түзәләр икән дип уйланып, бераз тегеләрне кызганып ярдәм итә башлыйлар, ашаларны тукландыра башлый. Шун кебек монда да мәсәлән ширләсәң, бит бар җәмәгать өйдән чыга алмый яткан, ну ай 2 ай яттың син салкын тиеп, бит бар җәй көнне генә мискиннәр коляска белән чыгалар. Аларның бара торган җирләре юк. Алар тик урамда аз гына коляскасы белән әйләнеп кайталар. Бик андый кешеләр күп, кызганычка каршы. Шуңа күрә әйтәс килә, җәмәгать ширләсәң дә, Аллага шөкер, әле авыр шир юк дип, сораганда сорарга кирәк, шулай авыр ширдән, яман ширдән сакла дип. Калган ширләр ул инде безгә теге анасы бит баласы плита янында йөгер бери, анда чәй, аш кайната, әллә нәрсә. Анасы бит аны кулына теге чәйне куймый, кайнар чәйне. Анасы әкрен генә ала да баласын кулын теге чәйнеккә китереп, теге чәйнекнең кызуын сизә дә аңлый башлый. Шул кебек безгә дә менә дөньяны яратучы ул безне мәсәлән нитә, шулай күрсәтә. Ул кайсы вакытта менә шир нәрсә икән. Син канагать була алмыйсың, канагатьсезлек күрсәтәсең, дөнья канагать булмыйча йөрисең.
Менә син кешеләр ширләп ята, син менә ширләгәч кеше төзәлә башлагач, шатлана башлый. Аллага шөкер, мин исән икән, исән ничек төзәлеп киттем дип, кеше шатланып, үзен бәхетле итеп сизә. Шуңа күрә минемчә, кайсы вакытта кеше теге әни мәрхүм әйтәдер, адәм баласы ди, ничектер ачлыкны нәрсәме түзә ди, әмма ди симезлекне чыдый алмый ди. Менә шуңа күрә кайсы вакытта симезлек түгелме ул дип уйланып торырга кирәк. Ул теге комсызлык һаман кешегә җитми, теге кирәк, бу кирәк, бу кирәк, бу кирәк. Комсыз ана теге кайсы җәнлекләр бар. Алар кайсы вакытта капканга да чөнки кайсы вакытта ләгәләр, чөнки алар комсызлык күрсәтәләр. Кешедә менә ул кайсы вакытта акча куып киноларда күрсәтәләр, теге телевизорда күрсәтәләр, яңалыкларда безгә хәбәрләр белән таныштыралар. Анда кайдыр җитәкче бәләнбай миллион акча алам дип. Ул нәфис дигән яман нәрсә. Кеше беркайчан да канәгать булмый. Довольствуюсь малым, а большему рад. А если невзгоды посетят мой ряд, я гоню их пинком, пускай они к черту летят кувырком дип. Англиядагы бер вакытында яшәгән бер шагыйрь шундый юлларны язган. Шул сүзләрдән тамамларга рөхсәт бирегез. Игътибар өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.